Бейсенбай Бекмұратов 2020 жылы ірі көлемлі «Қарақшылар» атамасындағы 3 томлық детектив романға қол ұрған еді. Романның «Қарақшылар», «Шағыстағы жауыздық» атамасындағы 2 томы халқымыз кітапқұмарларына сауға етілді. Қолыңыздағы кітап автордың детектив романының «Соңғы пұшайман» атамасындағы 3-ші томы болып, романда текарынан қарақшылар топары, ондағы ұрылар, топардың баслаушысы Бекабат қарақшы һәм оның шәкіртлері Марат, Кенжебай, Жарасық, Зейнеп пенен жәкешілердің Арал теңізі атауларындағы өмірі һәм олар тарапынан істелген ауыр жинаятлар хақында сөз барады. Халқымызға белгілі жазушы Бейсенбай Бекмұратов көп жылдардан берлі Қарақалпақ әдебиеті тарауында қалем тербетіп жатырған жазушылардың бірі. Бүгінгі күнге шекем жазушының 10-ға шамалас кітаплары Қарақалпақстан білім баспалары тарапынан басып шығарылды. Халқымыз кітапқұмарларына сауға ет. Сондай-ақ жазушының көптеген шығармалары Өзбекстан һәм Қарақалпақстан Республикасы көлеміндегі газета журналларда һәм уәлаятлық газеталарда жарық көрді.